Баршаңызға сәлем. Осындай ерекше, оңай, өте дәмді тағам дайындағыларыңыз келсе, соңына дейін қарап шығыңыздар, рецептпен бөлісемін. Бізге ең алдымен картопты керек. Картоптарды осылай тазалап аламыз, сыртын ашып, оның ішін осылай кішкене глубокилау қылып, кішкене ғана осылай қырғыштап алатын боламыз. Оған столовый пышақ болады ғой, сервистің ішіндегі. Сол пышақ тез алынады, міне кішкене безопасныйлау, осылай жайлап, слегка кішкене алсаңыздар болады. Осылай алып, барлық картоштың ішін алып алдым осылай. Бізге керек фарш керек, средний үлкендеу пияз керек, помидор керек, сыр ғана керек. Болды, осы заттар ғана керек болады бізге. Ең алдымен осы пиязды ұсақтап блендермен езіп алыңыздар. Қатты езіппес, ұсақтап турасаңыздар да болады қолмен. Мен блендермен айналдырып алдым. Онан соң осылай фаршқа қостым. Тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Фаршқа қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Өте оңай, жасап көріңіздер. Жаңағы алып қалған лишний ортасында картоптарды мен бір қайнатып алдым да, пюре жасап жібердім балаларға. Ол да өте дәмді болады. Ысырап қылмаймыз. Тұз бұрышын қосып, жақсылап фарш жасап алдым. Начинкасын жасап алдым. Енді сковородкаге, міне қызып тұрған сковородка, сливочный май, 15-20 граммдай сливочный майды қыздырып алып, сол майға жаңағы картоптарымызды қуырамыз. Аса қатты емес, слегка былай румяный цвет болса болды. Екі жағын қызартып, қуырып аласыздар. Мен уже аударып жатырмын. Кішкене осылай қызарса болды. Екі жағын аунатып, осылай кішкене қуырып аласыздар. Сливочный май өте күшті дәм береді картопке. Сонан соң осы картоптарымызды противеньге пергамент төсеп, бәрін тізіп шығамыз. Мінекей тізіп шықтым пергаментке. Онан соң жаңағы начинка фаршымызды картоптың ортасына орналастырып, кішкентай шарик жасап алдым да, міне үстіне осылай орналастырасыздар. Картоптың үстіне тегістеп, онан соң сырды қойдым. Онан соң помидорды бетіне қоямыз. Солай барлық картоптың бетіне осылай қойып шығатын боламыз. Венераның асханасы каналға жазылып қойыңыздар. Мені қуантып, лайк басып қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Мінекей бәрін тізіп қойдым противеньге. Енді осыны духовкаға саламыз. 180 градуста 40 минутта пісетін болады. 40 минутта пісіп шығады. Осылай салып шығасыздар. Бетіне кез келген зелень салып, осылай украшать етіп, столға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, сочный. Жасап көріңіздер.